Армысың қазақ, армысың. Бір имам қазақтың сөздік қорының 70%-ын араб сөздері құрайды, 30%-ын орыс сөздері құрайды деп айтып келіп қапты. Маған да жіберді роликтерін. Қарап шықтым. Араб біздің тілімізді бұзған жоқ қой. Енді жарайды, ол арабтың діні деп, тіліңмен, дәстүріңмен кетіңдер деп, егер солар айтқандай сөйтіп қабылдайтын болса, онда біздің қазір қолданыстағы сөзіміздің 70% сөзін біз бас тартуымыз керек. Рахмет, шүкір, ұстаз, дәптер, мешіт, медресе, тәуба кете беріңіз. Бәрі арабтың сөздері. Сонда қазір біздің сөйлеп жатқан сөзіміздің 70%-ы біз қолданбау керек. 30% қалды ма? 30%-ың тағы біраз пайыз жаңа айтып жатқан орыстардың сөзі, оны алып тастаңыз. Сонда бізде не қалды деп жатқан сөзі сұрақ бар жанында. Біз қай тілде, қай сөзді қолданамыз? Жарайды, шүкір арабтың сөзі бұл. Орнына не қолданамыз? Балама бар ма? Екіншіден, шүкір, немесе рахмет. Арабтың сөзі бұл. Рахмет қолданбаңдар, сен араб қылсыңдар деп жатыр да? Жарайды, рахмет қолданбайын. Орнына не айтамын мен қазірге? Тыңдап отырсыздар. Нақ айтқан. 70-30 деп. Сондықтан аражығын ажыратуымыз керек. Нақтылап отырып, аражығын ажыратып, қазір алмасақ болмайды. Ал аражығын ажыратпас бұрын біз сөзді қалай саралау керек екен қазақ жолыменен. Қазақ сөзі сара дейді, сөздің сарасы болады дейді, сөздің саралау амалы болады дейді. Сөздің саралау амалы деген философияда герменевтика деп аталынады. Исламда оны мәәл дейді. Білмейтін бе едің, біліп алыңдар. Сол сөзді саралау амалында сөзді қадап айту, сөзді безеп айту, сөзді орап айту деген амал бар. Сөз безеліп, оралып айтылатында жағдай болады. Ол жаңағы айтып отырған философияның герменевтикасында орап айту деген заңдылығы бар, оны палиндром дейді. Сол сөзді орыстар пайдаланып, палиндром деген сөзді переверш деп атап алған. Өздерінің сөз құндылығын философия биіктігіне көтеру үшін. Ал исламның мәлінде ол амалдар жоқ. Болуы мүмкін емес. Яғни қазақтың сөзін түсіндіремін десем, арабтың сөзімен аражығын ажыратамын десем, сөзді саралау амалына салып отырып түсіндіруім керек. Арабтар жат тілдің сөзін арабтың сөзі арқылы түсіндіремін деген кезде мәл әдісіменен түсіндіру керек. Мәл деген әдіс бар. Ол тәкпірлеу емес, ол тәжірмелеу емес. Бөгде тілді, бөгде ұлттың тілін арабтың тіліменен түсіндіру. Немесе арабтың тілін бөгде ұлттың тіліменен түсіндіру. Осы жерде тағы бір ескерте кететін жағдай мынандай. Бұл филология емес. Қазақтың даласына енгізілген филология заңдылығы емес. Етістік, жатыстық, шыладық, атау көмектес деп, дефис бар, суффикс бар деп сөйлейтін. Филология заңдығын қазақ сөздерін зерделеп зерттеген кезде, әлемнің сөздерін зерттеп зерделеген кезде филология заңдылығын іздемей-ақ қой. Ол жерден философиялық тұғырдан герменевтиканы, қазақтың дүниетанымының тұрғысынан сөзді саралау амалы, ислам әлемінің түсінігінде мәл әдісіменен сөзді қазып, түсініктерін анықтап, мәні мен мағынасын ашуың керек. Осы сөздердің негізін түсініп алғаннан кейін қазақтың сөзінің ішіне енуің керек. Арабтың сөзінің ішіне енуің керек. Әлемдік сөздердің түсінігінің ішіне енуің керек. Мәні мен мағынасын ашу үшін, толыққанды түсіну үшін. Мына жердің өзінде айтып отыр. Не дейді? Шүкір деген ол арабтың сөзі, рахмет деген ол арабтың сөзі. Егер оны алып кетсек, орнына нені пайдаланады дейді. Өткенде сәлем туралы айтқан. Сәлем деген қазақтың сөзі. Арабша баламасы бар. Мына тыңдаңыз. Мархабан. Мархабан дейді екен. Сәлем деген қазақтың сөзі. Сәл ем деген сөз. Менің жан жүрегімнен саған ем болсын деген. Рахмет деген сөздің арабша баламасы бар. Рахмет деп жазып қойын. Мына тыңдаңыз. Шукран лака. Шукран лака дейді екен. Енді мына роликқа қараңыз. Осы роликті жазып жатқан кезде мына бір ролик шыға келді. Тыңдап алыңыздар. Қазақтың мынау Кегем деген жерінде мынау арабтар келіп бізге таңғалып жатыр. Сендердің рахмет деген сөздерің адамға рахым ет деп, яғни мейірімді бол, рахымды бол деп үйретеді дейді. Ал арабтарда шүкран дейді. Араб тілінде шүкран, яғни шүкірді болу дегенді үйретеді. Сондықтан арабтар бізге таңғалуда. Сендердің бір-біріңе деген шүкіршіліктерің осы рахмет деген сөзімен күшті білдіріледі екен. Сондықтан арабтардың өзі таңғалуда. Көріп отырсыздар ма?
Арабтар келіп қазақтың даласында рахмет деген сөзді үйреніп мәз болып жүр. Олар да шүкриян дейді екен. Қазақтың шүкір деген сөзін кеше саудагерлердің бәрі естіген. Саудагер емесі де естіген. Қазақтың алтыннан киім киіп, қазақтың ұлы ұлт болғандығының белгісі осы әлемге кейбір сөздердің тарап кету. Келесі сөзіміз мешіт. Мешіт деп жазайық. Нересеттен сұрайық. Нересет, мешітті арабтар қалай айтады? Дейік. مسجد Масжид дейді екен. Исламда масжид деген бар. Ол Каба. Харам масжид бар. Оның үстіне исламда Мусалла деген бар. Одан кейін исламда Джами деген бар. Түріктер Джами дейді. Тағы басқа халықтар Джами дейді. Сол Джамидің ішіне жамиат кіреді. Мүслим мүмин боламын деген адамдар кіреді. Жамиат деген сөздің орнына қазақтың жамағат деген сөзін пайдаланып жүр. Жамағат, жұрағат деген ол қазақтың өзіне жақын деп жүрген елдерді айтады. Жамағат деген түсінік бар қазақта. Жұрағат деген түсінік бар. Тобыр, дайпа деген түсініктер бар. Олардың әрқайсысының өзінің орны бар. Исламда жәмеге жамиат кіреді. Мүслим мүмин болып құлшылық жасау үшін. Шынымен де мешіт қазақтың сөзі екен. Мешіт қазақтың сөзі. Арабша баламалар бар екен. Қазақтың дүниетанымы бойынша мешіт төртеу. Біреуі сенің туған жерің, Құдайдың өзі салып берген. Екінші сенің денең, сол мешітте өмір сүріп, тірлік жасап, Құдайдың әлемді жаратқан заңдылықтарына сәйкес боламын деп, өзінің болмысын түгеліменен қасиетке жеткізіп, келіп тұрған сұрақтардың жауап беретін ақыл, өрі, сана биіктіктерін игерген адамның болмысын құрайтын дене. Үшіншісі, сенің қара шаңырағың, жаңағы адамның денесі кіріп, балашаға көріп, дастархан жайып, қонақ күтіп, Құдайға өзінің назын салып, батасын айтып, тілегін айтып, өтінішін айтып, сұрауын сұрайтын жер. Өзіңнің қара шаңырағың. Төртіншісі, ақ мешіт. Қазақтың қандай дәрежеге жеткендігін көрсететін, мақтанышын көрсететін, қазаққа көмек беретін, қазақ деген ұлттың басын біріктіріп тұратын, бірақ жерде салынатын ақ мешіт деген мешіті болады. Ал исламды түсіндірдім. Оларда үшеу екен. Бұл сөздің анықтамасын мен қазақтың сөз саралау амалымен айтып отырмын. Исламда мәл деген амал бар. Арабтың сөзін, бөгде ұлттардың сөзін пайдалана отырып түсіндіру. Мен осындай жағдай. Сонымен мешіт деген арабтың сөзі деген сөз алыста қалып қалды. Түсінесіздер ме? Мешіт қазақтың сөзі. Одан ары келейік. Мешіт болған соң міндетті түрде исламда қазіргі түсінікпенен айтатын болсаң азан айтылады. Мен айтамын, азан деген қазақтың сөзі. Орап айтсаң наза деген сөз шығады. Не жерге жазайық? Азан. دعوة للصلاة Түсініп отырсыздар ғой қалай айтылады. Сәлиатқа тән болып қалады екен. Шынымен де азанды хамати дейді. Күнделікті уақытыменен хамады айтылып жатады. Жәмилерде. Масжидте айтылмайды. Күнделікті жәмиде айқайланып айтылып жатады. Шынымен де оны хамады дейді. Ал наза деген сөзді жазып қоятын болсақ. حذرا Түсініп отырсыздар. Арабтарда наза деген сөз тіптен басқаша аударылады. Яғни азан деген қазақтың сөзі саралау амалыменен оңға да солға да оқылатын, герменевтика деген философияның түсінігі бойынша палиндром болып оқылатын қазақтың сөзі болып шығады екен. Кейде айтып қояды, ислам амалыменен бала өмірге келсе құлағына азан шақырып есімін қояды дейді. Енді түсінікті болды. Азан деген қазақтың сөзі болатын болса, ол наза болатын болса, құлаққа кімнің дүниетанымы арқылы есім қойылады екен? Яғни қазақтың тәңірлік дүниетанымының жолыменен, соның жоралғысыменен, соның ұстандарыменен қойылады екен. Бұл бір жатқан дүние. Енді жаңағымда жерде айтылып жатқан дәптер сөзіне келетін болсақ, мен исламға дәптердің қай уақытта келгенін білмеймін. Қазақтың даласында да қай уақытта дәптер деген түсініктің келгенін білмеймін. Ал қазақтың дәптер деген сөзінің астында тағылымдық, дүниетанымдық түсінік бар. Дәп деген сөз дәл қазіргі сәт деген сөз. Тер деген сөздің екі мағынасы бар. Тер және теріп отырып деген сөз. Ағаштың бетіне, сүйектің бетіне әдемі әріп түсіру. Сөз көнеден келген демек. Өзгерген заманда, өзгерген уақытта күнделікті сөзге айналған. Ал енді осы жаңа ғана айтылып жатқан
имамның сөзінің ішінде медресе деген сөз бар. Медресе арабтың сөзі. مدرسة. Таласымыз жоқ. Медресе дини, имани жолды ұғындыру үшін балаларды жинап оқытатын жердің аты. Сонымен медресе арабтың сөзі. Қазақта ислам келгендегі дейін медресе деген сөз болмаған. Қазақта дала мектебі болған. Табиғаттың ортасында жүріп, өсіп келе жатқан ұрпағын табиғат заңдылығымен, өзінің тәжірибеден өткізген, өмірден жиған тәжірибесінің заңдылығымен білім берген, тәлім берген, тәрбие берген. Тәлім мен тәрбие екі түрлі тәсілдерді, амалдарды пайдаланып жасалынады. Ілім, білім, ғылым ол өзінше бір сара жолдар. Сондықтан біздің медресе деген сөзге таласымыз жоқ. Енді осы жерде біз қазақтың дін деген сөзінің арабша қалай нақтыланатынын анықтап алайық. Не жерге жазайық? Дін деп. Содан кейін нейросеттен сұрайық. دين. Дин ол дейді екен. Бізде дін, бұларда дин ол дейді екен. Бүгіннен бастап онда дин ол деп айта бастаймыз. Исламдық ол дин ол деп. Немесе дин деп. Қазақтың әдебісін шығара алмайды екен. Қазақтың сөзін қорғап қалатын әдебісі бар екен. دين. Дин ол дейді. Қазақта тәңір ол дініміз, діндің егіміз. Неге десең ол белоктар әлемі. Амин қышқылдарынан құрылымы тұратын. Жалпы 200-ге жуық белоктар болады. Соның құрылымы амин қышқылдарынан тұрады. Сол 200-дің 180-ін тамақ ретінде жесек, 20-сы біздің денемізге нәр беріп, мына тұрған жарық дүниедегі тіршілік иелеріне нәр беріп, солға айналып өмірді жасайды екен. 20-сы. Ал біздің қазақ деген ұлттың 20 елі бар. Сол 20 амин қышқылдар солға айналып әлемді жасап жатқан кезде соның болмысын тоқтатып, тұрақтандыратын ғылымның айтатын 3 знак препинаниясы болады. Бізде 3 теле бар. Ақсүйектеріміз деп айтатын. Олар бізге теле, жүзге кірмейтіндер емес, телелер. Орап айтсаң, ел, ет, страну, народа делай деген сөз жоқ. 3 телеміз бар. Ал әлемді солға айналып жасайтын 20 амин қышқылдарының 3 знак препинаниясы болады екен. Сол өмірдің діндіңгі столпы, основы жизни. Қазақтың тәңірі ол өмірдің діндіңгі. Мына сені, мені, мына тұрған тірі әлемді өсімдігінде, жануарында болмысында болатын ғажайып діндіңгі. Сол біздің болмысымыз жасайтын болғандықтан, біздің болмысымызды болып атқан жақсылықты да, жамандықты да, ауруды, кеселді де жасайтын болғандықтан, көбінесе біз тәңір туралы айта береміз. Ол дін, религия деп, вера деп аударылмайды. Арабтардың дин ол да религия, вера деп аударылмайды. Иман, вера деп аударылады. Гректің сөзінде, ағылшын сөзінде религия деп аударылады. Міне қазақтың сөзі саралау амалымен дін сөзінің негізін тауып алдық. Қазақтың сөзі саралау амалына мәл амалында қосып отырып, дин ол сөзінде негізін тауып алдық. Сондықтан исламның уағызын айтып жүргендер, егер сенім иман болып, иман религиялы болатын болса, ол бір сөз болады дағыны, дин сөзі нені білдіреді? Дин ол сөзі нені білдіреді? Дин ол қолдарында ұстап отырған кітап па, әлде шариғат па, әлде Мұхаммадтың хадистары ма? Қолдарын ұстап отырып столбы болатын, негіз болып табылатын. Осыны анықтау керек. Біз тәңір діндің егіміз деп дәлелдеп отырмыз. Ол белоктар әлемі деп. Мына тіршіліктің иесі. Ал ислам өзінің енді діндің егін табу керек. Дин олын табу керек. Иманы белгілі. Ол Аллахқа деген құлшылық. Осыменен роликті аяқтай салуға болады. Бірақ бұл жерде айтылып отырған сөздердің түп төркіні терминдарға, діни терминдарға келіп тіреліп тұр. Олай дейтін себебім Қабылбек өзінің кейінгі берген түсініктемесінде былай дейді. Қазақ сөзінің құдіретті екенін білетіндіктен мен о жерде біз түсіндіріп жүрген имани жолдың 70% арабтан, 30% орыстан деп отыр. Яғни біздің даламызда уағыз айтып жүргендердің пайдаланып жүрген сөздерінің 70%
Арабтардан екен де 30% орыстардан екен. Таңғаларлық. Қазаққа қазақша түсіндіреді әрбір сөзін. Бірақ қазақ сөзі жоқ оның ішінде. Сондықтан аражығын ажыратуымыз керек. Нақтылап отырып, аражығын ажыратып, қазір алмасақ болмайды. Іске кірісейік. Іске қалай кірісеміз? Қазақтың дүниетанымдық сөздері мен исламның сөздерін қатар қойып отырып түсіндіруіміз керек. Жоқ болса жоқ деп айтуымыз керек. Бар болса бар деп айтуымыз керек. Кез келген уақытта оны мына әлемді жаратқан жаратушының атауларынан, есімдерінен бастау керек. Қазақта жаратушыны Құдай деп айтқан ұлт. Құдай десең ол Құда деген парсының сөзінен алынған деп қазақ халқы нұр жазып қойсындар. Олардың қолын ұстап отырған кітабын, олардың сөздік қорын тексер, ары кетсе Құда деп қана айтады. А бізде Құдай. Қазақта сөз бар. Құдаңды дейді, құдаңды. Құдайыңдай күт дейді. Қазақ оны орындап жатыр. Қазақтың Құдай деген сөзін керек етпе, арабтікі деп. Қазақтың Құдай деген сөзін керек етпе, парсының сөзі деп. Қазақтың тәңірлік дүниетанымы бойынша сол әлемді жаратқан. Басқалардың дүниетанымы, ана Ибрагимнің балаларының тұқымындағыдай первым было слово было у Бога дей алмайды. Немесе жаратыл дегенде 7 күнде жаратыла салған демейді. Замандарды артқа тастап жаратылған әлем дейді. Қазіргі заманның ғылымының айтып отырған эволюциялық жолмен дамыған дейді. Сол тәңірлік Құдайдың жаратылған әлемінің бір пұшпағы қара жер деп аталынады. Құдай адамзат баласын жіберген, өмір бердім деп. Сол адамзат баласының ішінде біреуі қазақ. Осы жарық дүниеге келген. Аталған алғы арқылы ұрпағын көрген ұлт қазақ. Осы жерде солардың бәрін жаратып жатқан кезде исламның раббысы. Оларда жаратушының раббы дейді. Оның есімі бар. Аллах илах деген. Сол раббы әлемді жаратқан. Бірақ мына адамзат баласы, оның ішінде қазақ таңдап алған жерді фәни деп атаған. Мына тұрған әлемді фәни дүние деп атаған. Өзі отырған жақты бақи деп, мәңгілік деп атаған. Вечный мир и греховный мир деп. Бақи әлем және фәни дүние. Оны Аллах айтқан. Ал қазақ, басқа адамзат баласы өзінің тәжірибесінен өткізіп барып, мынаны жарық дүние деп, осы жерде өмір бар. Адамға берілген, өмір сүруге берілген. Өлімнің сәті бар. Өлімнің сәтінен кейін ғұмыр бар. Сол ғұмыр бар жерді қазақ тылсым дүние дейді. Біреулер сокровенный дейді, біреулер трансцендентный дейді. Тылсым дүние дегенді исламды қалай аударатынын анықтап алыңдар. Ғұмыр дегеннің қалай аударатынын анықтап алыңдар. Ал қазақтың өмір деген сөзін арабтар хая дейді. Хаятон. Хаятон дейді. Ал қазақта хая деген сөз бар. Нені білдіретінін білесіңдер ме? Біздің дүниетанымымыздың түсінігі мен олардың дүниетанымының түсінігі кейде бір-біріне қарама-қарсы болып қалады екен. Өлімді қалай айтатынын білесіңдер ме? Маутон. Өлім ол бізде сәт. Исламда да өлім сәт деп айтуға болады. Неге десең, өлімнен кейін бақи дүние бар. Бақи дүниеде барлығы бар. Жаратушының өзі отыр. Ол жақта жәннат бар, ол жақта барзат бар, ол жақта жаһаннам бар. Қазақтың дүниетанымында барлығы осы жерде. Тозақ, жұмақ деп отырған адамның денесіндегі өзгерістер. Жақсы жұмылсаң, өмірің ұзақ болады. Мына өмірге ұрпағыңнан қайтып келесің, деттелесің. Жаман болатын болса, тозып қалған ақ болады. Одан да жаман болса, тамық болады, одан да жаман болса, құрдым болады. Яғни, исламның жәннатын жұмақ деп, жаһаннамын тозақ деп аударуға болмайды екен. Екеуі екі түрлі, екі әлемнің, екі ұлттың дүниетанымы болып алшақтап кетеді екен. Біреулердің түсінігі бойынша ол 7 көктің ар жағында, ал қазақтың дүниетанымы бойынша дәл осы жерде, дәл осы сәтте, дәл өзіңнің жанында, өзінің болмысында болатын ұлы заңдылықтар. Қазақтың дүниетанымын түсіндіргенде, арабтың дүниетанымымен арасын ажыратып түсіндірген кезде аражығын ажыратып. Бізде жүрген уағызшылар аражығын ажырата алмайды. Сондықтан мына кісі айтып отырғандай болып отыр. Құранда Құдай айтады: Алланы жақсы көрген ықыластылар үшін намаз оқу проблема емес. Мықты имам өзінің сөзінде мынандай қателіктер жіберіп отыр. Құранда Құдай айтады дейді. Кез келген қазақ қазір біледі. Исламның қолын ұстап отырған ол кітаптың өсі күнге дейін бірде-бір нүктесі, бірде-бір үтір, бірде-бір сөз орны
орнынан ауыспаған. Оны анықтайтын бірде-бір сөздер орнынан ауыспау керек. Мына жерде ауысып кетіп отыр. Құранда Құдай айтады деп. Құранда Рабб айтады. Немесе Құранда Аллах айтады. Аллахқа ықылас білдіргендерге намаз оқу проблема емес дейді. Ислам 5 уақыт сәрят оқиды. Сәрят оқиды. Намаз оқымайды. Намаз Тәңір дүниетаным сөзі. Заман деп оралып айтылады. Не жолы мықты уағызшылар, жәннатты аңсаушылар өздерінің қолына ұстап отырған кітаптағы діни терминдерді басқа бөгделердің терминімен ауыстырып алады. Соныменен Тәңірлік дүниетайым бойынша Құдай, ислам түсінігі бойынша Рабб. Өмірге адам келді. Қазақ адамды адам дейді. Адам осы қара жерде жаратылған. Адамзат баласы осы қара жерде, жар дүниеде жаратылған. Аталық, аналық ұрық бойына салынған, бірақ бірден жаратылған. Ақтан, клеткадан, ситодан жаратылған. Ал исламда инсан дейді. Аллахтың өзінің жанында, бақи дүниеде, жәннатта, Фердаустың ішінде жаратылған. Жерден торап алғызылып, почва алғызылып, жәннатта жаратылған. Сол жаратылғанды инсан дейді. Есімі бар, Сапиолла деген. Сол инсанның қабырғасынан әйел адам жаратылады. Олар бала тауы мүмкіндігі бар ма белгісіз. Екеуі өмір сүріп жатады. Қабырғадан жаралғанымен тораптан жаралғаны. Сол уақытта Ыбылыстың тұқымы жылан болып келіп, қабырғадан жаралған әйелді алдап, ана чаджыраның басында тұрған, бұтақтың басында тұрған алманы жегізіп қояды. Күнәға батады. Оның алдында мен қызмет етпеймін деп біраз кінәланған жанның балалары Ыбылыс күнәға батып, инсанның тұқымы бүткіл жын шайтанның тұқымыменен жерге қуылып жүрген. Сол жерге келді, адам атанды. Енді ары қарай осы жерде жүрген адамның тұқымы ақтың ішін қазған қазақ деген ұл өзінің дүниетанын, өзінің концепциясын жасаған. Құдайдың заңдылықтарын қалай бұзбаймын деп. Жаңа айқайлап отыр ғой, намазды оқуың керек деп. Намаз деген қазақтың сөзі. Сөз саралау амалымен орап айтатын болсаң, заман. Ата-бабамыздың ұрпағына тастап келген аманат сөзі бар. Онда былай дейді. Тәңірлік Құдай айтады: ей қазақ, замандарды заңдастырып, намаз оқушы мен намазыма лайық бол дейді. Ол адамзат баласының барлығына тиесілі. Жер бетінде қазақ деген ұлт қана Құдайдың әлемді заңдастырып жаратқан, замандарды заңдастырып жасаған заңдылықтарын бұзбаймын деп өмір сүреді. Қазақтың заман деген сөзі қалай құрылады? Уақыт мөлшері болатын болса. Заман дәуірлерден тұрады. Дәуірлер ғасырлардан тұрады. Ғасырлар жылдардан тұрады. Жылдар айлардан тұрады. Айлар апталардан тұрады. Апталар күндерден тұрады. Күндер сағаттардан тұрады. Сағаттар секундтардан тұрады. Қазақша айтқанда іліктен тұрады. Кішкентай ғана өлшемнен тұрады. Одан да кішкентайлары бар. Мінекей, осының бәрі заңдастыраттаған Құдай әлемді жаратқан. Сол уақыттың ішіне бәрін сыйғызып. Сондықтан қазақ намаз деген сөзді қатты қадірлейді. Өзі 5 уақыт оқымайды. Уақыт өлшемі деп есептейді. Сол өлшемнің ішінде Тәңірлік Құдайдың заңдастырылған заңдар орналастырылған дейді. Ол әлемді деннің арқылы басқарады дейді. Сондықтан қазақ денің сау болса, бәрі болады деп сөйлейді. Ден деген сөз осының тұрған жаңа айтылған уақыт өлшемдерінің, оның ішіндегі заңдылықтардың барлығын, әлемдік тартылыс күші бар, тағысын тағы толып отқан заңдылықтардың бәрін ден басқарады. Ден заңдылықтары басқарады. Сондықтан қазақ денге саулық сұрайды. Ал арабтарда инсан рахым күтіп отырады. Сол уақытта рахым болып кітаптар түсірілген, қолдарында бар. Сол кітаптың ішіндегі барлық заңдылық олардың қағидаты. Қазір небір бағыттар бар. Екіге бөлініп кетті. Сүйінттер мен шейіттер болып. Олар тағы да тармаққа бөлініп кетті. Олар барда мектептерге бөлініп кетті. Ал қолдарын ұстап отырған бір-ақ кітап. Соның ішінде заңдылық. Сондықтан ары қарай кетейік. Қазақта Құран деген сөз бар. Ал қазақтың Құран деген сөзі ол сборник деп аударылады әлемдік тілге. Құран дер деген сөз бар, тағысын тағы, оның бәрі мыжып айтып жатпайын. Оның үстіне қазақтың өмірден адам озатын болатын болса, өлім сәтінде жаназа шығарған кезде Құран түсіреді. Құранды сөздері арқылы көкейден шығарылып. Қазақтың дүниетаным бойынша өміріңе қарай өлімің, өліміңе қарай жаназа деп айтылады. Исламда Құран түсірілмейді.
Хирани Хират кітабындағы тұрған аяттар тірілердің, сынаққа келгендердің орындайтын заңдылықтары бақиға кету үшін. Біз мына жарық дүниеге, осы жерге өмір сүруге қайтып келетіндердеміз, өз ұрпағымыздан діттеліп. Ол перерождение емес, ол реинкарнация емес, діттелу, прямо өз ұрпағына туу. Қазір мына жерге міне бір орыстың әйелінің айтқанын көрсетіп қояйын. Я всегда думала, что моя дочь – это моя переродившаяся бабушка. Я дала дочке фото бабушки. Посмотрите, что вы думаете об этом? Это первый раз, когда дочка видит эту фотографию. Я хочу посмотреть на ее реакцию. Я. Кто это? Это я. Это я. Она стала ощупывать свое лицо. Что за? Почему ты трогаешь свое лицо? Это ты? Естіп отырсыңдар ма? Қыз айтып отыр, мынау мен деп. Отырсың ба? Біз мына жарық дүниеде өз ұрпағымыздан өзімізді теліп, өмірге қайтып келеді екенбіз. Өмір сүру үшін. Ал исламда ана дүниеге барған кезде тіріледі. Оны ислам танасух дейді. Яғни исламды толыққанды қабылдап, бүткіл парыздарын орындап, 5 уақыт шариғатын оқып, күндіз-түні Раббыны, оның есімдерін түгелімен мадақтап, тасбих тартып, өмірін тек қана махаббатпенен жаратушылары Раббыға арнаған болатын болса, о дүниеде тіріледі. Оны исламда танасух дейді екен. Имандар да оны біле жүру керек. Мәлі-амалменен олар түсіндіру керек. Қазақ дүниетанымның сөзді саралау амалымен біз түсіндіруіміз керек. Мына жерге қойып қояйын мынаны. Өте жақсы ролик. Дәлелменен түсірілген ролик. Мына фәни дүниеде құлшылық жасап атқан. Бақида армандайтын, бақида танасух жасап қайта тірілемін дейтіндердің денесі фәни дүниенің өзінде шірмей қалады екен. Сіздерге бір кішігірім оқиға туралы айтып бергім келіп отыр. Бұл бертінде болған оқиға, мына артымызда тұрған жаңағы Ухудта қайтыс болған 70 шахид сахабалардың жатқан қабірі. Осы жерде ол кісілер жерленген. 2000 жылдары осы Мәдина қаласын үлкен жаңбырлы сел алған. Сол кезде осы қабірді толықтай шайып кеткен екен. Шайып кеткеннен кейін адамдар енді бетіне шығып қалады да, мәйіттер. Сол сахабалардың көпшілігі жердің бетіне жазықтыққа сыртқа шығып қалған екен. Енді бұл кісілер жай қайтыс болған адамдар емес, бұл кісілерге шахид деген үкім беріледі. Осылардың арасында бір сахаба мына найзамен бүйірінен жараланған екен. Сөйтіп анау жараланғаннан кейін қолын мына жерге қойған бетте не істеген? Құлаған сол жерде жатқан. Жаңағы бүйірінен шаншылып қайтыс болған сахаба қолын осылай қойған күйі жарақатына қайтыс болған, сол күйінше жерленген, сел болған кезде, жердің бетіне шыққан кезде сол күйінше жатқан екен. Кейін ол кісіні қайтадан өзінің орнына жерлеуге кірісіп жатқан адамдар байқаусыз да қолын көтеріп қалған екен біреу. Сол кезде байқаусыз да қолын көтеріп қалған кезде мына жердегі 1400 жыл бұрынғы жарақаттың қаны бүгін жарақатталған адам сияқты ып-ыстық болып шығып жатыр дейді ғой. Осыдан түсінсек болады Алланың сөзі қандай хақиқат. Али Имран сүресіндегі «Уала тахсабанналладина қутилу фи сабилиллахи амуата, бал ахяун айнда раббихим юрзақун». Олар тірі, оларды өлдіге санамаңдар, Алланың қасында олар рызықтанып жатыр дейді. Міне сол шахидтардың кезінде оқиғасы осылай болған екен. Сонда бұл кісілер өлген жоқ. Бұл кісілер тірі және Алланың қасында рызығын алып жатыр. Міне осындай ролик. Керемет сұрақтарды туындататын ролик. Біз тәңіршілер әруаққа сыйынамыз дейміз. Сол уақытта кесіп айтады. Исламның жолында жүргендер. Олардың денесі шіріп кеткен. Олар баяғыда жоқ болып кеткен, олар сендерге қалай көмектеседі дейді. Біз сонда да әруақтарға сыйынамыз. Олар бар, олар тірілер деп айтамыз. Ал енді мына жерге қарасаң, ислам жолында жүрген.
мынадан фәни дүние деп кеткен сахабаның өзі шахид болып өмірден озып кетеді. Ғасырлар өткен кезде, жаңбырдан су жуып кеткен кезде 70-ке жуық сахабаның сүйектері мен қатар бір сахабаның мүрдесі шірімеген қалпында судың бетіне қалқып шыққан. Жаралы жерін ұстаған қолын көтергенде ол жерден қан аққан. Ал имам болса аяттан дәлел келтіріп, бұлар тірілерден Аллахтың жанында отыр деп айтып жатыр. Қиямет қайымда болатын сұрақтан кейін рух тіріледі, оны танасық деп атайды. Ол белгілі. Мына фәни дүниеде шірімей қалған мына денені тірі деп айтамыз ба? Шариғат оны не дейді? Қолдарында ұстап отырған ұлы кітапта ол туралы не айтылған деген сұраққа міндетті түрде мәлімал менен араб дүниетанымының түсініктерін айтып беруің керек. Олсыз болмайды. Ал қазақтың дүниетанымында адам өмірден озғаннан кейін оның денесі мәйіт деп аталынады, жерге кеткеннен кейін мүрде деп аталынады. Бірақ қазақтың дүниетанымында денені шірітпеймін, өмір заңдылығы басқаша болу керек деп денесіне тәжірибе жасап, денесін шірітпей өмірден озуға тырысқан адамдар болған. Оларды қазақтар толмендер деген. Ал қазақ болса, сол өмірден озған толмендердің денесін мүрде деп атамаған, дене деп атаған. Оларды ерекше жерлеген. Мына Қассақ қорғандарының маңында толмендер жерленген, өте көп олар. Денелері ғасырды артқа тастап, күні бүгінге дейін шірімей жүрелеп отырған, малдас құрып отырған, жүгініп отырған толмендер бар. Қазақ олар тірі деп есептейді, денесінде тірі деп есептейді. Оның қаны ұйымаған, сұйық, қазіргі заманның ғылымының тілімен айтсаң кристаллизация етіп қалған деп есептейді. Олардың жерленген жерінен жұпар иіс шығып тұрады деп есептейді. Басына барып зиярат жасаған. Қазір ол жоққа тән. Оның үстіне қазіргі заманда оны көрсетуге болмайды. Мына жерде өмірден өткен толмен бабаларымыздың шірімеген денесі жатыр деп айтшы. Ертең қазуды бастайды. Ол қазақтың дүниетанымын ма, оны қандай амалмен жасады дегеннің барлығын еске алмайды. Ой, керемет бір сұмдықты таптық. Өмірден озған ана түрік балаларының шірімеген денесі бар екен дейді, қазақты итеріп тастап, түрік балаларының бәрін сол жерге жатқызып қояды. Сондықтан ол жерде айта алмаймыз да, айтуға тиіс емеспіз. Тыныш, одан да өзінің тиесілі қызметін атқарып, қорғандардың маңында мына тұрған өзінің Құдайдан сұрап алған мешітін, мекенін, тұрағын, отанын, туған жерін қорғап, қоршап, ұрпағын қорғап, қоршап жата берсін. Мінекей қазақ дүниетанымы. Қазақтың дүниетанымында олы денесіне тәжірибе жасаған адамдар болған екен. Толмендер деген. Қазақ оларды тірі деп есептеген. Олардың әруағы мәңгілік өлмейді деп есептеген. Ұрпағынан тыныш келіп, тыныш кетіп жатады деген. Адамдық биіктіктен төмендемеген олар деген. Біздің қазақтың бақсы, балгер, емші, домшы, көріпкел, тәуіп дегендері де жасай алған. Ол қазақтың тәңірлік дүниетанымының дүниелері. Кейбір сөздердің исламда тіптен баламасы жоқ екен. Шаман деген сөздің де не екенін білмейміз. Шамандарымыз болған, аналар сияқты оттан секірген емес. Шам ан, нам аш, психологияны аша алатын, адамның жүйкесін игере алатын керемет адамдар болған. Оттан секірмеген олар. Бақсылар деген сөз ол шаман емес. Олар да қобыз ойнап секірмеген. Бақсы деген тамырған отырып адамның болмысында жүріп атқан кері кеткен дүниелерді нақ анықтағандар. Хромосомдар, хромосомдар әлемінен дәлдікпенен дом қойғандар. Қазақта емші деген бар, домшы деген бар. Емші деген емдейтін адам, домшы деген диагноз қоятын адам. Домшыларымыз болған, домшы. Тілге қарап, көзге қарап, адамның денесіндегі сарғайып, ағарып, қызарып кеткеніне, денесіндегі жараларына қарап отырып, тамырын ұстап отырып, қандай мүшесінің, 12 мүшесінің қай жерінің ауырып тұрғанын білген. Сынықшыларымыз болған, қазіргі заман жасай алмайтын, уатылып кеткен сүйектерді орнына қойған. Бәрінен айырылып қалдық. Түсініп отырсыздар ма қалай? Сондықтан қазақ сөздерін зерттеп, зерделей беруіміз керек, саралай беруіміз керек. Одан ары қарай
қазақтың дүниетанымын ажырата беретін болсақ, біз қазақ жерлеу рәсімінің неше түрін басымыздан өткізген ұлтпыз. Жерлеу әдісін. Арабтар дуфаны дейді. Білесің ғой жерлеу әдісін. Олар алып барады, тігінен қояды, әйелдер жерлеуге отырғызылады дағыны. Жеріміз тар дейді, құм болғандықтан қазып алып тастап отыр. Бірақ қазақ небір тәжірибені жасап, толмендерінде жерлеп көріп, суына да, отына да беріп көріп, ең аяғында қазіргі жерлеу амалына келген. Ақым қазу амалына келген. Адам өмірден озған кезде қазақтың тәңірлік дүниетанымы бойынша өзінің рәсімдері бар. Жаназа шығарылады, жанғаза салынады. Исламда жаназа шығарылмайды. Жаназа шығарылмайды. Құранның 4 жерінде жан деген сөз бар. Жын шайтанның атасы. Өмірден озған адамның басында ешқашан еш уақытта Құран түсірілмейді. Неге десең, ол тірілерге арналған. Оның басында дуа оқылады. Дуа оқылады. Ал қазақтың сөз саралауымен айтатын болсаң, қазақтың дуа деген сөзі өте жаман сөз. Дуалау ол. Дуа деген бар, дуа деген бар, жады деген бар, үшеуі өте жаман сөз. Адамды психологиялық ауырға алып баратын. Исламда дуа деген сөз бар. Ол, الصلاة яғни өмірден озғанның басында әс-салауат жасалынады. Байқап отырсыңдар ма? Мәлі әдісімен, сөз саралау амалымен айтатын болсаң, әр сөз орнына тұра қалады. Қазақтар жаназа шығарады екен, жанға азы салады екен. Исламдар 5 уақыт сәлет оқиды екен, өмірден озған адамның басында. Оны әс-салауат деп айтуға болатын, дуа деп айтуға болады екен. Дұға емес. Ғы айтылды ма, ол қазақтың сөзі болып қалады. О дыбысы айтылды ма, ол қазақтың өзі 9 дыбысы бар. Мына жерге қойып қояйыншы. Шекара қазақтың сөздігіне түрік тілдес халықтардың өзін кіргізбей қояды. Сонда қырғыздар бізді маңғасыңдар дейді. Ың дыбысын мұрыннан шығарасыңдар дейді. Дұрыс. Ал біздің мына тұрған 9 дыбысымыз қазақтың сөздерінің болмысында тұрған дыбыстардың барлығы медитативный. Қазіргі заманның тілімен айтайыншы. Біз сөйлеп отырған кезде сабыр амалында отырамыз. Біз қасиетіміз сөз арқылы да көтере береміз. Ғы, ың, у деп айтылып атқан кезде, о деп айтылып атқан кезде біз мына жерде дыбыстың құйынын жасаймыз. Сондықтан мына тұрған 9 дыбыс, ол ерекше дыбыстар. Ың деп айтқан кезде қайдан шығады? Ғы деп айтқан кезде қай жерден шығады? Дыбыс бірдеңені сүйкеп өтіп жатыр. Болмысыңнан шығып жатыр. Міне осындай дүние. Сондықтан бізде жаназа деп аталынады. Исламда сират жасалынады, немесе дуа жасалынады. Бірақ оның барлығы Құрани сөздер емес. Оның барлығын имамдар ойлап тапқан қарапайым сөздер. Өмірден озған адамдардың барлығында бір келі әс-салат жасалып, бір келі дуа жасалынады. Ал қазақтың дүниетанымында қайталап айтам. Өміріңе қарай өлімің, өліміңе қарай жаназаң. Өмірден озған адамдардың әрқайсысына әртүрлі айтылады. Түп-түгел түгенделіп отыр. Өлімнің сәтіне де байланысты. Ұлтының алдында өтеген парызы мен қарызына да байланысты. Жаназа әртүрлі айтылады. Өмірден озған адамдардың жаназа шықпай қалатыны да болады. Ол уақытта обаға тасталынады. Өмірден озған адамның жаназасы сұралынып алатын уақыт болады. Ол уақытта сағанаға қойылады. Коллективно жерленеді. Ал өмірден озғанда жаназасы нақ шыққандарға қорғандар тұрғызылады, мазарлар тұрғызылады, бейіттер басына салынады, молалар жасалынады. Ал ұлыларына қорған тұрғызылады. Өмірден озғанға мейірім су беріледі, жөндіріледі, ақтығына оралынады, жанына азасын салады дағыны, алып барып жерлейді. Кешегі дене жерге берілгенге дейін мәйіт, жерге берілгеннен кейін мүрде деп аталынады. Осы жерде қоса кететін тағы бірер сөздер бар. Қазақ өмірден адам озып атқан кезде есірте білген. Ағайын туысына есірте білген, жақындарына есірте білген, оның ерекше амалдары бар. Қазақ өмірден озған адамның үйіне көңіл айтып келген, жұбатып кеткен бір сәт болса да. Қазақ жоқтаулар айтқан, қазіргі заманның тілімен айтсам, поэмаға бергісіз жоқтаулар айтылған. Қобыздың үнімен, домбыраның үнімен қосылып, зар илетіп, іштегі қайғы мұңды сыртқа шығарған ұлт болатынбыз. Жоқтау деген біздің ұлағатты жоғалып бара жатқан рәсімдеріміз бар. Бірақ тәуба кейбір ауылдарда, кейбір жерлерде әлі күнге дейін жасалынып жатыр. Ұмытпағандар бар. Қазан көтеріліп жатқан. Қазір айтып жүр ғой, өлген үйде тамақ ішпеңдер деп қояды. Иіс қоңқыш жасалынып жатқан. Кейбір өмірден озғандардың әруағы үйінде жүрген.
қазіргі заманның цифровой фотоаппараттары түсіреді, кенеттен түсіп қалады. Осындай қайғы қасірет шегіп жатқан кезде кейбір ауылдарда қонақ алғам, алыстан келген ағайындарды малдарын сойып отырып, дастарханын жайып отырып, үйлеріне қондырып, ертеңіне қазалы болып жатқан үйге алып келген. Қонақ алу деген тәсіл болған қазақ. Қазақ аза салудың жолын білген. Қайғылы мұңды үйге қалай көмек берудің де жолын білген ұлт. Дәстүр салттан алыстатпаңдар. Өмірден озған адамның әруағы атады. Ал егер өте қасиетті адам болатын болса, толымен биіктігіне жеткен болатын болса, тұқымдық ұянынан айырылқап жүрмеңдер. Ескерту ол. Қазақ дүние таным оянып келе жатқандағы ескерту. Одан кейін өмірден озғанға 3-ін береді, 7-сін береді, 40-ын береді, 100-ін береді, асын береді, содан кейін 3 жыл шек қояды. Сол 3-нен 7-сіне дейін қазақ аза салып барады. Кейде 3-нен 40-ына дейін аза салып барады. Өмірден озған адамның ағайын туысқандары аза салып барып көмек береді. Оны қазақ аза дейді. Жан деген бізде температура өшеді, соған аза салды, жаназа шығарды. Өмірден озған адамның артынан аза салып барады. Одан кейін ораза деген сөз бар. Орып отырғанын аза тұтып, ұлтына көмектеседі. Исламның ассауым деген сөзінің орнына пайдаланып жүрген. Ораза деген сөз бар. Қазақтың ораза деген сөзі исламның зекет деген сөзіне аздап сәйкес келеді. Қазақ орып отырғанын ағайын туысына астамшылық үшін емес, мен осындай баймын саған берейін деп емес. Кейде мал қырылады, кейде астық шықпай қалады, күріш шықпай қалады, тары өнбей қалады, мал қырылып қалады, адам аурулы кеселді дерті болып қалады. Сол уақытта қазақ артық тапқан табысын аза тұтып жаңағы кісілерге көмек ретінде алып барған. Жаназа бар екен, аза бар екен, ораза бар екен. Моланың басында жыртыс беріледі. Жыртыс. Одан кейін өмірден озған адамның дүниелері болады. Оны қазақ теберік дейді. Теберікті 4 жұртқа береді. 4 жұртқа. Кейін өмірге бала, сәби, нәрестелер келіп жатқан кезде өмірге келген баласын да қызын да 4 жұртын аралатады. Теберік тұрған үйге алып барған кезде теберіктерді танып алады. Өзіне тиесілігін алады. Өмірге кім келгенін білесің, қалай күтіп көргенін білесің. Өмірдің айналып, адамның діттелетін заңдылығын білетін қазақ асықпаған. Тағдырды пешенен жазмышты күйттеуді басынан өткізбес үшін қазақ асықпай өмірін сүрген, еркін өмір сүрген. Күйеу баласын 100 жылдық, келін баласын 100 жылдық, құдандалығы 1000 жылдық деп. Содан кейін шежіресін таратқан кезде осының бәрін ұмытпай айтып отырған. Шежіре деген бар, адамның өмірге келгенге дейін заңдылығын бәрін нақтылайтын. 20-23 тересімен 500-нен үштік болып ғылымда оны триплет дейді, немесе кадон дейді. Одан кейін өмірге бала келгеннен кейін үрімбітақ ататек құжатын таратқан. Біреуін қайыратына, біреуін таратады. Сол таратым мен қайырымның ортасын толтек келтек дейді. Бұл заңдылық ислам әлемінде бар ма жоқ па, жаңа мәлі әдісімен түсіндіруім керек. Бірақ қазақтың шежіресін шаджыра деп айтпай. Шаджыра деген қай жерде? Ол неге бұтақ? Неге ол бұтақтың басында алма бар деп. Неге ол алманы жеп қойғаннан кейін инсан күнәһар болып қалады? Нені білдірді? Жәннатта нені білдірді? Оның үстіне неге жәннатта екеуі ғана болды деп айтылады? Қазір мүмин мен мүслимдерді о жаққа шақырса, быжынаған қордың қызы жүр. Быжынаған қордың қызы жүр. Неге ол уақытта ол болмаған? Екеуі ғана болды ғой. Біреуі тораптан жаратылған инсан, екіншісі оның қабырғасынан жасалған әйел. Қазіргі сөзге қарасаң, қаптап жүрген қордың қыздары. Күнде қыз болады. Осының бәріне жауап беруім керек. Мәлі әдісіменен түсіндіруім керек. Мүминдерге, исламды қабылдағандарға міндетті түрде түсіндіруім керек. Аражығын ажыратып отырып, ақиқатына жеткізіп барып түсіндіруім керек. Қолдарыңда ұстап отырған кітапта міндетті түрде болу керек ол туралы. 6666 аяттың ішінде. Ал енді қазақ деген ұлттың шежіресі. Ол да тарамақталады, бірақ оның әрқайсының басында адам бар деп. Ал оған тиесілі ақиқат. Шаджыра деген бұтақтарымен салғастыра отырып, генетика ғылымының ашып атқан заңдылықтарына сәйкестенді отырып, қазақтың ұлы кітабы шежірені біз түсіндіреміз. Сөзді саралау амалыменен. Егер арабтарға түсіндіретін болсақ, мәл амалын қосарлап отырып.
қазақтың дүние танымында, тәңірлік дүние танымында құдайым ал деген бар. Қазақ құдайым ал береді. Кез келген қуанышына береді. Аты бәйгеден келсе де береді. Баласы мектепке барса да береді. Бір жақсы түс көрсе де құдайым ал береді. Қазақ құдайым ал береді. Сенің жазығың жоқ, менің азығым жоқ. Осындай түс көрдім, осындай жақсылық ие болдым. Осындай қуанышқа мен құдайым ал беремін деді. Құдайым береді. Арабтардан уғдия дейді. Уғдия дейді. Түсініп отырсың ба? Осы жерде бір айта кететінім, қазақтың дүниетанымы бойынша адам өмірден озған кезде ақ өлім әнсет өлім, доңыз өлім, ит өлімнің ақ өлім әнсет өлімінен адам өмірден босатылатын болса, қазақ құрбандық шалады. Құрбандық атайды. Ақсарбас деп қойып. Әлі асы берілмей тұрған кезде құрбандық аталып қойылады. Жал құйрығы күзеліп, кекіліне ақ байланып, табынға жібере салынады. Өріске жібере салынады. Оны барымташылар да алмайды. Ешкім тиіспейді ол малға. Ол құрбандық, ол ақсарбас. Тек қана өмірден озған адамның асында ғана сойылады. Ой, кешіріңдер, сөзден қате кетті. Соғым сойылады. Сойдым десең, ол соғым. Егер шалдым десең, ол құрбандық болып есептелінеді. Өмірден озған адамның әруағына бағышталған бәйттер айтылып барып, құрбандық шалынады. Бірақ бір затты есіңде сақта. Қазақтың осы дүние танымы ана исламның жасап атқан идаратқасына тән емес. Идаратқа да жаңа ғана айттым. Арабтарды өмірге алып келетін аталар аман қалғандықтан ол байрам. Мереке. Біздікі әруақтарға бағытталған заңдылық, ұстан, өмірден озған адамның әруағына арналған құрбандық. Ол шалынады екен. Құрбандық шалынады. Құрбандықты шалады. Асында ғана. Ақ өлім, әнсет өлім болған кезде ғана. Ит өлім, доңыз өлім болған кезде емес. Ажал мен тажал келіп алған емес. Солай, мәл әдісімен сөз саралау алымен айтадым долысымыз, әр сөз өз орнына тұрып, арт жағында амалменен жасалынатын рәсімдері шыға келеді екен. Ұстандары шыға келеді екен. Қазақта құдайым бар екен, арабтарда уғдия дейді екен. Бұл қазақтың сөзді саралау амалымен айтылып отырған сөз. Мәл әдісіменен айтсаң да дәл солай болып шығады. Яғни керемет түсінік, керемет заңдылық бар екен. Еркін отырып түсіндіре алады. Жаңағыдай кесіп салмай. Біз алып кетсек, не айтасың? Рахметтің орнына деп. Ұстаз деген сөзге не айтар едің сен ұстаз деген сөзді алып кетсең дейсің. Қазір жазайық ұстаз деп. Мударрисон. Естіп отырсыңдар, мударрис дейді екен. Ұстаз деген қазақтың сөзі. Мұғалім деген жазып қойып. Мударрисон. Онда мударрис дейді екен. Яғни қазақтың сөздері еркін босалып шықты ғой. Керек етпей, мударрис деген керемет сөз. Ұстаз дегенді де анықтай алады, мұғалім деген сөзді де анықтай алады екен. Біздің сөздеріміз біздікі. Міне осындай дүние. Қазақтың дүние танымында ауыз бекіту деген сөз бар. Ауыз бекіту қазіргі заманның диетасына сәйкес келеді. Кез келген айда, кез келген уақытта Құдайдың алдындағы парыз емес ол. Тәңірлік Құдайдың алдындағы парыз емес. Өзіңнің денсаулығы үшін сенің болмысыңа Құдай керемет заңдылықтарды салып қойған екен, сол заңдылықтар бұзылып бара жатса, сен аузыңды бекітесің. Белгілі бір тамақтарды ішпей қоясың. Белгілі бір табақтарды міндетті түрде ішесің. Ауыз бекіту деген сөз мәңгілікке бекітіп салмайды. Ана айтылып жүргендей бүткіл жыныстық безіңе дейін бәрі тоқтап қалмайды. Ауыз бекіту деген заңдылық. Исламда оны сауым дейді. Ол парыз. Жылына бір рет, жылжып келе жатқан күндерді есептеп отырып, ассауым жасайды. Ассауым жасайды. Кешке дейін ас жүреді. Кешке таман ифтар жасайды. Ертеңгісін қайтадан кірер кезде, ассауымға кірер кезде соқыр жасайды. Қазір ифтар мен соқырды қазақтың сөзімен айтып жүр. Ауызашар сәресі деп. Қазақтың қарапайым жұмыс жасап жүргендегі құлқын сәріден тұрып ішетін тамағының атын, парызсыз күнделікті ішетін тамағының атын құлқын сәріде сәресі дейді. Түсте ішетін түскілік дейді. Кешке таман жұмыстан шаршап келіп, қазақ кешке таман тамақ ішеді ғой. Қазы қартасын жеп отырып, қымызын ішіп отырып, ішетін тамағын қазақ ауызашар дейді. Қазақ аузын кешке таман ашады екен. Қазақтың кешке таман ішкен тамағының молдығына әлемнің көптеген халқы шыдай алмайды. Түсінесіз ба қалай? Сондықтан оны да шатастырмау керек. Яғни бізде ауыз бекіту деген ұстан бар екен. Бірақ өзің денсаулығыңа байланысты ұстайды екенсің. Одан кейін қазақтың дүние танымында күнделікті ішетін тамақтарының мерзімін айтатын уақыты бар екен. Атауы бар екен. Қазақта атал деген сөз бар.
қазақ адалдап малын да сойған, істеген ісіне де адамға дегенде адал болған, адамгершілікке қазақ адал болған. Исламда халал дейді. Халал. Исламға тиесілі дүниенің барлығы істеп жатқан ісіне дейін халал, басқалардың бәрі харам дейді. Халал деген сөз адал болатын болса, харам деген сөз арам деген сөз. Иә, арам адам болған, арам тамақты жемеген қазақ, шошқаның етін жемеген. Исламда харам деген сөз бар. Біздің көптеген тамағымыз, көптеген ісіміздің барлығы, тамағымыздың барлығы олар үшін харам деп айтады. Ол харам дейді. Бірақ Құранда мынандай айт бар, іздеп тауып алыңдар. Ей Мұхаммад дейді, сендердің тамағыңды яһудилер де халал етті. Яһудилердің тамағын сендерге халал еттім дейді. Яһудилердің, кәпірлердің тамағын сендерге халал еттім, сендердің тамағыңды оларға халал еттім дейді. Ол аятқа қалай қарайсыңдар? Сондықтан осындай сұрақ қойған кезде сен түсіндіресің. Мәл әдісімен. Қазақ деген ұлттың дүниетанымын қатар қойып отырып түсіндіресің. Қазақтың дүниетанымында зират деген сөз бар. Өмірден озған адамның моласына, қорғанына, бейіттеріне, мазарларына қазақ зиярат жасап, мінәжат еткен. Мінәжат еткен. Біраз жылдар өтіп кетті. Мен жатпын ата, түсімендім. Басыңа келдім, есіміңді де ұмытып қалдым. Кешір мені, табысайық. Әруағың мені желіп жөбіп, қорғап жүрсін деп. Тағызындағы басқа сөздер табуға болады ғой. Қазақ Меккеге бармаған, қазақ мекеніне барған, жұртына барған, аталарының басына барған, зиярат жасаған, мінәжат жасаған. Кейде жүгініп отырып, кейде жүрелеп отырып, кейде малдас құрып отырып. Барған атасының басына байланысты. Қайтадан қайталап айтамын. Жүгініп отырып, жүрелеп отырып, малдас құрып отырып жасаған. Тікесінен тұрмаған. Я исламда хадж деген бар. Қолдарында ұстап отырған кітаптағы айтылған парыз бар. Ол Расулдың өзін айтылады. Ей Мұхаммад, Кәббада атаң Ибраимның орны бар. Хадж жаса дейді. Барды, хадж жасады. Ислам әлемге дейін хадж жасап отыр. Сол уақытта барған кезінде, хадж жасап барған кезде, қолдарында ұстап отырған кітапта былай дейді. Мұхаммад соның ішінде тұрған пұттардың бәрін лақтырды дейді. Пұт деген сөзді исламда жыбыр дейді. Яғни жыбыр лақтырған. Тек қана жаңағы атасы Ибраимның ізін қалдырған. Сыртта тұр, жақсылап қоршалып қойылған. Іздесін, қарасын, содан кейін мәл әдісіменен түсінсін деп айтып отыр. Іздейтін мүмин мүсілім міндетті түрде оны іздеп тауып алады жаңағы аяттарды. Демек, қазақта зиярат ету деген сөз бар екен. Парыз емес. Құдайдың салған, осыны қайтсең де атқарасың дейтін парыз емес екен. Адамның өзі мойнына алып баратын міндет екен. Қазақта құбыла деген сөз бар. Құбыла. Исламда қибла деген сөз бар. Қазақтың қыбыласы төртеу. 4 құбылаң түгел болсын деген қазақта сөз бар. Исламға тиесілі сөз емес. Қазақ айтады, 4 құбылаң түгел болсын дейді. Исламда қибла деген сөз бар. Оларда қибла біреу ақ. Ол Кәбба. Төртеу деп айтсаң бітті. Күнәға батасың. Кінәлі боласың. Қазақ жердің жұмыр екен, әлемнің айналатын, бәрінің домалақ екенін біліп тұрып, 4 құбылам бар деп айтады. Кейбір тәңіршілер бар, кейбір қазақтың азаматтары бар. Мен білемін деп айтады. Онда астына комментарийға жазыңдар. Қазақ 4 құбыланы былай деп атаған деп. Әлемнің 4 жағы туралы емес, компас бойынша 4 құбыла туралы сұрап отыр. Сондықтан қазақтың сөзі менен арабтың сөзінің мәні мен мағынасы осындай айырмашылығы бар екен. Енді ары қарай кетейік, мынандай әңгіме. Қазақта мұсылман деген сөз бар. Бірақ қазір ислам оны пайдаланып жүр. Пайдаланба деп жүзі айтты. Ол қазақтың дүниетанын, тәңірлік дүниетанын сөзі. Орап айтсаң намылсың деп айтылынады. Исламда оның тура баламасы бар. Кәпір деген сөз. Исламда мумин, муслим деген ұлы сөз бар. Исламды қабылғандар мумин мен муслимдар. Ол Құрани сөз. Қазақтың мұсылман деген сөзіне сәйкес келеді. Мұсылман деген сөзді орап айтсаң намысым деген сөз шығады. Мен білмеймін неге мумин, муслим деп айтқысы келмейтіндер. Құрани сөз ғой. Қазақтың сөзіне жабысып алған мұсылманмыз деп қойып, мұсылман деп айтуға болмайды. Қолындағы кітапты, ішіндегі уақиларды, Аллахтың сөзін жеткізуші елші Жәбірейілдің алып келген
сәлемін келе кетіп отырсың. Айтуға болмай ма не? Айтсаң болды ренжиді. Сен кімсің ей? Тәкбірлейтін сөздер дейді. Мен тәкбірлеп отырған жоқпын. Мен тәжірибелеп отырған жоқпын. Мен исламның мәл әдісіменен, қазақтың сөз саралау амалыменен, сөздерді теңестіріп, ара-жігін ажыратып, әрқайсысын орнына қойып отыр. Түсінсең түсінерсің, түсінбесең қоярсың. Қазіргі ислам әлемінде исламның қолына ұстап отырған кітабын, ұлы кітабының әрбір сөзін сөзбе сөз тәжірибелейтін адам жоқ. Тәкбір жасап, талдап беретін адам да жоқ. Мәл амалыменен түсіндіре алатын шамалары келетіндер бар. Соны айтып отырмын. Міне осындай дүние. Қазақта армысың деп амандасқан, сәлем деп амандасқан, арлы бол деген, арлы адамның мысы басым болады деген. Армысың деген сөзінің ішінде мысы басады деген сөз бар. Мысың басып тұрсын деген сөз бар. Арман былай. Ислам ішінде сөзде құдірет бар. Қазақ ішінде қазақтың сөздік қорының әр сөзінің құдіреті бар. Өзінің құты бар. Соны сыйлап, біз саралап, сендер мәліп, түсіндірсек, қазақ деген ұлттың да, араб деген ұлттың да, арабты жаратқан Раббының да, қазақты жаратқан Құдайдың да риза болатыны анық. Әруақ қолдасын деп қоямыз біз. Аруақ деген қазақтың ұлы сөзі бар. Исламдағы нәпс деген сөзбен, рух деген сөзбен шатыстыруға болмайды. Аруақ өмірде бар, материальный, суретке түсіруге болатын, көруге болатын, реальный зат. Орыстың сөзі деп ойлама. Реальный деген орыстың сөзі емес. Материальный деген сөзде орыстың сөзі емес. Олардың бәрі орыстарға кірген кірме сөздер. Сондықтан былай жасайық. Қазақтың сөзі исламға кірмей-ақ қойсын, кірме болып. Исламның сөзі қазаққа кірмей-ақ қойсын, кірме болып. Әрқайсысы бір жатқан төбе алып түсініктер болсын. Бүгінгі осы жетеді. Әлі талай айтамыз. Қазақтың сөзін мәпелеп, құрметтей білетін кез келген қазақты күнде көргім келеді. Қазақтың сөзі құдіретті дейтін. Әлемнің кез келген сөздерінен оның бір мысқалда кемшіндігі жоқ деп айтатын қазақты күнде көргім келеді.